Соңғы қоңырауына бүгінгі күн Талдықорғандық оқушылар үшін ерекше салтанатпен өтті. Өңірде 8,5 мыңға жуық түлек үлкен өмірге қанат қақты. Түлектердің әрқайсысы бір-бір үйдің еркесі. Балалығын артқа тастап, ата-ана үмітін ақтар шақта келу жетті. Жүздерінен қуаныш, қимастық сезімі де байқалады. Бойларына білім нәрін сіңірген, ізгі қасиеттерге үйреткен ұстаздарына шексіз алғыстарын жеткізді. Ағаларын өздерінен кіші бауырлары да қимай тұр. Үлкенге деген құрметін өнерлерімен жеткізді. Ал бітіруші түлектер үшін мектеп вальсінің орны ерекше. Себебі бұл биді олар аналарымен бірге орындайды. Енді олардың мектеп қабырғасындағы естеліктері, достар мен ұстаздардың еңбегі әрқашан жүректерінде сақталады. 5 жыл бұрын келген кезде мен ойламағам соншалықты лицейге бауыр басып қаламын деп. Себебі мен бұл жерден тек қана рухани құндылықтарды ала тұрмай, көптеген естеліктер, яғни бауырлармен деген жылы-жылы сәттерді солармен бірге өткізуім мен үшін ең бақытты сәттерімнің бірі. Барлығы үміт артып отырған оқушы, яғни мен талай белестерге жетуді мақсат қойып отырмын. Білім ордасының оқушылары үшін қуанышты жаңалық. Келер оқу жылын олар сәулеті келіскен жаңа ғимаратта бастайды. Ал салтанатты шарада кезекті оқу жылы аяқталып, соңғы қоңырау үні де соғылды. Жүрек ерекше сезімге толатын сәт. Оқушылар да толқып тұрғандарын жасырмады. Үлкен өмірге қуанышпен нық қадам бастық деп санайды. Дәл қазір толқу үстіндемін. Өте өмірімдегі өте бір керемет кезеңдердің бірі. Үлкен болашаққа қадам басудағы алғашқы кезең болып табылады. Соңғы қоңырауды есту біз үшін ауырға соқты. Бірақ сонда да осы кезеңді күліп қарсы алып, келесі өміріміздегі болашақтағы сәттерге қуанышпен қадам басуымызды дұрыс деп санаймын. Жалпы биылғы оқу жылы жетісулық өрендер үшін жемісті аяқталды. Түрлі деңгейдегі додаларда өңір ел намысын асқақтатып жүлделі тұғырдан көрінді. Республикалық олимпиадада 254, халықаралық аренада 30-ға жуық орын иеленді. 26-шы оқу жылында 8400-ден астам оқушы 11-ші сыныпта аяқтайды. Оның 584-і алтын белгі, 628-і үздік аттестатқа үміткер. Сонымен қатар Білім басқармасы тарапынан жаздық демалысты ұйымдастыру үшін облыстық бюджеттен қаражат бөлінген. Соған байланысты облысымызда 10 жазғы сауықтыру орталықтары жұмыс істейді. Мектеп жанындағы 299 жазғы алаңдарда 110 мыңнан астам бала қамтылатын болады. 10 мамырдан бастап еліміздің барлық аймағында мектеп бітірушілер ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруда. Шара 10 шілдеге дейін жалғасады. Қазір тест тапсырушылар мемлекеттік гранттан үмітті. Жұлдызай Маратқызы, Олег Қуанышев, Жетісу телеарнасы.